Сәлем достар. Мен сендерге мақал-мәтелдің айырмашылықтарын түсіндіріп берейін. Мақал-мәтелдердің қазақ өміріндегі орны, оларды қалай ажыратуға болады? Ғасырлар бойы ұрпаққа ауыздан ауызға тарап, мәнін жоймай сақтаған мақал-мәтелдерден қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, дүниеге деген көзқарасын, арман мүддесіне дейін байқауға болады. Мағынасы терең, ойды дәл берген мақалды кез келген жау жанжалда, халық өміріне қатысты қажетті шешім қабылдағанда орнымен қолданудың маңызы зор болған. Ал енді мақал-мәтелдер әртүрлі тақырыпта тарап отырған. Өмір, тұрмыс, тіршілік, қоғамдық құбылыстар, төрт түлік мал туралы, адалдық, адамгершілік, ізгілік, достық туралы, еңбек, байлық, кәсіп пен нәсіп туралы, сақтық, қырағылық туралы мақалдар көптеп кездеседі екен. Мақалдың ерекшелігіне тоқталайық. Мақал нақыл сөз. Ол өмірдегі түрлі құбылысты жинақтап, түйіп, ықшамдап беріп, бір не екі тармақтан тұратын, алдыңғы жолдарында пайымдап, соңғы жолдарында қорытылған ой айтатын халықтық бейнелі поэтикалық жанрдың бір түрі. Ғасырдан екшеліп жеткен терең мазмұнды тақырып, аясы кең сөз мәйегі. Мысалы, ер ырыстың орманы, ер ырыстың қорғаны. Яғни ер азамат ол ырыстың дәулеті, ырыстың қорғанышы екенін айтып, ұйқасқа құрылып, ой тиянақты жеткізіліп тұр екен. Ал мәтелге тоқталайық. Мәтел өзінің негізгі түйіндеуін кесіп айтпайтын, бір-бірімен кереғар шендестіруі жоқ, қорытындысы тұспалды, қысқада нұсқа нақыл сөз. Мақалға өте жақын. Мәтел сыңар тармақ болып келеді. Сөз үстемелене келіп, мақалға айналады. Мысалы, қаңбақ қашсаң дөңбекке. Мәтелі, яғни ой нақты бізге жеткізіліп тұрған жоқ, тұспалдап жеткізіліп тұр. Ал осы мәтелді мақалға айналдырсақ, қаңбақтан қашсаң дөңбекке жолғасың. Бұл мақалға айналды. Яғни жолға декен біз қаңбақтан қашсақ, жамандыққа жолғамыз, дөңбекке келіп құлаймыз деген сияқты ой тиянақты жеткізілді. Яғни мәтел тұспалдап жеткізеді, мақал тиянақты жеткізеді. Бірге табайық ойыны. Қайсысы мәтел? Еңбек етсең емерсің. Ит ашуын тырнадан алады. Кең болсаң кем болмайсың. Құрғақ қасық ауыз жыртады. Жері байдың елі бай. Баяғы жартас бір жартас. Дұрыс шешті деп ойлаймын. Еңбек етсең емерсің. Мақал. Екіншісі мәтел. Үшіншісі мақал. Төртіншісі мәтел. Бесіншісі мақал. Алтыншысы мәтел екен. Рахмет балалар. Көңіл қойып тыңдағандарыңа, назарларыңа рахмет.